Не ойың бар, Пит? Не? Мектеп бітіргеннен кейін не істейсің? Мен білмеймін. Оны қинамашы, әке. Бұл мектептің балалардың барлығы өмірлерін алдын ала жоспарлап қоймай ма? Иә, мен әлі бітіргенім жоқ қой. Питер Тони Старктың интернатурасында. Сондықтан ештеңені уайымдамайды. Солай ма? Старк. Сонда керемет. Онда не істейсің? Негізі мен енді интернатурасында емеспін. Рас па? Иә, ол қызықсыз болып кетті. Қызықсыз? Сен өрмекші адамды көрдің. Рас па? Өлмекші адам? Мә, болғанда екен? Иә, ол жақсы. Жақсы адам. Сенімді жігіт. Қараш, сүп-сүйкімді. Бұрын соңды сені мен көріп педім. Яғни бір жерден кездесіп педік. Тіпті даусың таныс. Менімен 10 сайысқа қатысады. Қонаққа да келген. Тамаша кеш болды. Тамаша. Иә, үйлеріңізді әдемі, терезелеріңіз бар. Бір сәтке келіп кеттің. Жоқ, бір сәт емес. Мен біраз болдым. Жоқ болып кеттің. Жоғалған жоқпын. Иә, жоғалып кеттің. Әдеттегідей, Вашингтонда да солай. Вашингтондағы жағдай өте қауіпті болды. Сен қорықтың ба? Досың өрмекші адам пайда болғанда қуанышында шек болмаған шығар. Иә, негізі мен жоғары көтерілген жоқпын. Бәрін жерден көрдім. Иә? Оның сонда болған өте жақсы болды. Керемет өрмекші адам. Әке, кеттік. Келіп жеттік. Мінекей. Рахмет. Сен бара бер, қызым. Мен Питерге бір-екі әкелік өсиет айтам. Саспа ол мейірімді. Сені жақсы көрем. Мен де сені. Аман есен жет.